өлшемдері әртүрлі болады. Сол біз әйел кісілер, сен мысалға, сен сол маржан тастардан да құндырақсың, бағалысың, сені қорғау керек, сені ешкім андай доступная болмау керексің, себебі маржан тасқа адам алу үшін бәленбай метр тереңдікке түсіп, жаңағыдай кислородный баллон, в общем, солай қиналып барып алады да. Ал сен дәл осындай маржан тастардан еселеген құндысың. Сол себептен сен оңай доступный болмау керексің. Одан қалды маржан тастар.
ситуациялар болады ғой, болмайды емес. Жағымсыз жағдайлар. Сол кездері жеке мен өзіме қазір жиі айтам: Ғалия, өлім ақиқат. Мына дүниеде еш нәрсені мен алып кете алмаймын. Еш нәрсе менің артымнан ермейді. Так что құлшылық, ықылас, Аллахты зікір ету, сондай бір ізгі ниет, ешкімді ренжітпеу, ешкімнің ақысына кірмеу. Осындай нәрседе